Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, Наурызға менімен бірге дайындалыңыз. Алдымен қарынды қалың жіппен екі жағынан осылай тігіп аламыз. Қарын бүрме тағамын кез келген жануардың қарынынан жасай береді. Менде жылқы етінің қарыны, сіздер сиыр немесе қойдың да қарынын алсаңыз болады. Қарынды бұрынғы кезде ата-бабаларымыз тоңазытқыштың орнына пайдаланған. Ол үшін қарынды үлкейтіп үріп алып, кептірген соң, кептірілген етті салып, осы қарынның ішінде сақтаған. Сол кезде етіміз ешқандай бұзылмай, бір қалыпты күйде сақталатын болған. Қарынды тігіп болған соң, ішіне салмасын дайындаймыз. Қарынның ішіне мен жылқының жаясы, қазысы және де сан етін салатын боламын. Сіздер өзіңізге ұнаған кез келген еттің түрін салсаңыз болады. Тіпті сиыр, жылқы, қой етін араластырып салсаңыз да болады. Егерде етіңіз тұздалмаған болса, тұз, бұрыш, сарымсақ қосып 2 сағатқа маринадтап қойыңыз. Бұрынғы кезде қарын бүрмені дайындағанда тек қана етті пайдаланған. Ал біздер заманға сай ішіне көкөніс те толтыратын боламыз. Картоп пен сәбізді орташа көлемде кесіп аламыз. Ал пиязды ұсақтап тураймыз. Сол кезде пияз тағамға тұздық ретінде кетеді. Қарыннан жағымсыз иіс шықпас үшін тұз, бұрыш, пияз, жарты лимон шырынын қосып жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Ертеңіне жақсылап мұздай сумен 2-3 рет шайып аламыз. Енді қарынға кесектеп туралған ет, көкөніс және ең беткі жағына қазыны салып, екінші жағын жіппен дәл алғашқыдағыдай тігеміз. Енді салқын суға қарын бүрмені саламыз. Қарын толықтай суға батуы тиіс. Сорпа мөлдір болу үшін көбігін алуды ұмытпаңыздар. Сорпа қайнаған соң дәміне қарай тұз, лавр жапырағы және де сорпа одан бетер мөлдір болу үшін пияз қосамыз. Су қайнаған соң отты бәсеңдетуді ұмытпаңыздар. Себебі тамақ қатты қайнаған кезде етіміз дұрыс піспей қалады. Қарын бүрмені 2 сағат сорпада, содан соң 20 минут 200 градус қызып тұрған пеште бетін қызарту үшін ұстаймыз. Қарын бүрме тағамын екінші ас ретінде немесе мен сияқты бесбармақ ретінде қонақтарға ұсынсаңыз болады. Ет пен қазы қарынның ішінде піскен соң барлық шырыны қарынның ішінде болады. Және де кескен кезде барлық майы ет нанның бетіне түседі. Қарын бүрме тағамы өте дәмді, әрі көптен күткен қонақтарға ерекше ұсыныс ретінде берсеңіз болады. Баршаңызды келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.